Мына елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласы негізі біздің бүкіл өнердің бағдарламасына айналған дүние ғой. Осы рухани жаңғыру мәселесімен біздің атырауда көптеген жұмыстар істеліп жатыр. Мен қатты қуанамын. Көп адамдардың есіне ойына келмеген нәрселер жасалып жатыр. Жақында 14 наурыз күні көрісуге арналған халықаралық үлкен конференция, фестивальдар өтті. Бұл енді соның ішінде осы біздің Махамбет атындағы театр басы қасында жүрді. Біздің Атырауға әуезов театры бірнеше рет келіп жүр. Жылда барады. Жылда армандап отырасыздар. Жылда армандап отырады, өйткені бұл қасиетті шаңырақ, ең қара шаңырағымыз ғой. Осы біздің театрды қазақ өнерінің жүрегіне үлпіл дейтін болсақ, сол үлпілдің басқа күре тамыры осы біздің әуезов театры. Осы театрға біздің Махамбет театры 30 жылдан кейін қайтып келіп, бүгін өткізгелі отыр. Өзінің гастролін өткізгелі отыр. Сәттілік тілейміз. Біздің қасымызда отырған азаматтардың бәріне Нұрлан Асқарұлы үлкен тапсырма берген. Ол жақтағы Алматыдағы көрермендердің талғамы өте жоғары, сол деңгейден шығыңдар. Меніңше шығады ғой деп ойлаймын. Өйткені мына репертуардың қай-қайсысы да Айтым Атып, Иран Ғайып, Есенжол ағамыз, Рахымжандардың бәрінің де спектакльдері мойындалып болған, талай жерде қойылған, талай халықаралық театрларда қойылған. Сондықтан біз үлкен үмітпен осы Алматы Махамбет деген театрды жақсы көріп, сүйіп, ылғи іздеп жүреді деп ойлаймыз. Рахмет келгендеріңізге.